Ассалаумағалейкум бауырлар. Менің есім Біржан, сіз білесіз. Байұлы Байбақты Боғанай. Боғанайдың шежірені толтырып отырмын. Осы қысқа видеоларды мен шығарам YouTube каналға. Сонда біріншіден мен сол табылмаған аталарды жайлы айтам. Енді кім білсе комментарий жазып, менің телефонына WhatsAppқа шығып жазыңыз. Бүгін бір атамыз болды, Есмағамбет деген ата. Есмағамбет ата, соның баласы Садық атамыз. Осы ата хан ордасында, хан зиратында жерленген. Жұмағали баласы 1941 жылғы соғысқа шейін қайтыс болған. Садық балалары Мұхаммедқали мен Ислам 1942 жылда Сталинградқа соғысқа аттанған. Мұхаммедқали соғыста қаза тапқан. Ислам деген ол 1976 жылда қайтыс болған. Осы Орда ауылында зираты. Сонда зираты. Енді сосын Мұхаммедқали атамыздың баласы Ерлан деген. Ерлан, сосын Ерланның балдары Әлібек, Қайрат, Асылбек. Мен Асылбекті жақсы білем. Асылбекпен связьда болып жатырмыз. Енді сол Асылбек деген бауырым өзімнің аталарды іздеп жатыр. Тағы да айтайын, Есмағамбет атамыздың ұрпақтары, сол Есмағамбет қай жерде жерленген ешкім білмейді. Есмағамбеттің баласы Садық. Сосын Садықтың баласы Жұмағали. Жұмағалидің баласы Мұхаммедқали. Мұхаммедқалидің балдары Ислам. Сосын 1904 жылда дүниеге келген, 1976 жылда жерленген. Мұхаммедқалидің балдары Ислам, Ануар, Рахметолла деген. Исламғалидің балдары Серік, Ерлан. Ерланның балдары Әлібек, Қайрат, Асылбек деген. Енді Мұхаммедқали атамыздан Ануар мен Рахметолла балдары. Рахметолланың балдары Әділбек, Өмірбек. Кім осы аталарды білсе, осы кісілерді білсе, маған WhatsAppқа жазыңыз, комментарий жазыңыз. Ру Байбақты Боғанай. Солардың аталарды іздеп отырмыз. Жақсы, байланыста болайық. Рахмет көп. Видеоларды қараңыз, лайк басып, комментарий жазып. Бауырлар Есмағамбет, Садық, Мұхаммедқали сол аталарды білсе, маған жазыңыз. Жақсы, байланыста болайық.